Ең әуелі бұл тақырыпты не себеп таңдағанымды айтқым келіп отыр. Медиа сауаттылық деген өте кең ауқымды тақырып екендігі айтылып өтті. Бұған дейін бағана осының орында отырған эксперттер айтып өтті, келісем. Себебі медиа сауаттылық негізі түптеп келгенде ауқымы өте үлкен тақырып. Ал шетелдік ұйымдар бірнеше жылдан бері осы мәселені қарастырған кезде оқыту үшін бағдарлама іздедім. Студенттерге осы медиа сауаттылықты түсіндіретін болсақ, қай бағдарлама тиімді деген. Іздей келе менің көңіліме қонғаны Нью-Йорктағы Стони Брук университетінің бағдарламасы болды. Және олар бір қызығы жалпы медиа сауаттылық емес, негізінен жаңалық сауаттылық деп айтады. Мен оны қазақша жаңалық тану деп алып жатырмын. Сондықтан менің аузымнан жаңалық тану деген сөз шықса, бұл ағылшын тіліндегі news literacy деген сөздің баламасы деп ұқсаңыздар болады. Медиа сауаттылықтың бір үлкен компоненті ол жаңағы сыни ойлау дағдысын қалыптастыру деген сөз мен жаңа отырған бүгінгі күннің өзінде өте көп айтылды. Толғандырған сауал сонда осы сыни ойлау дағдысын біз қалай дамытамыз, ол үшін нақты не істелу керек немесе не істелмеу керек деген сауалдарға мен жауап іздеуге тырыстым. Нәтижесінде осы Стони Бруктың әдісін қазір көрсетемін сіздерге. Бұл әдіс өте біздің Қазақстан қоғамына немесе біздің қазақ журналистикасына 100% қонымды, лайықты деп айтуға келмейді. Бірақ бұл үлгіні біз жалпы осы медиа сауаттылық аясында студенттерге, жалпы бұқараға жаңалықтың не екенін ұқтырғанда қолданғанға өте қолайлы деп танимын. Ең бірінші сізбен біз келісетін нәрсе, ол біз әуелі мына дүниеге келісуіміз керек, жаңалық деген тауар. Жаңалық деген бірінші кезекте ол өнім, медианың өнімі және ол тауар деп қарастырылады. Мен айтатын дүниенің барлығы негізінен осы концепция тұрғысынан болады. Сондықтан барлық айтылған дүниені егер сіз жаңалықты тауар деп қабылдамай жатсаңыз, онда сізге бұдан кейін айтылатын ойды түсіну сәл қиындау болады. Себебі батыс әлемінде білеміз, медиада ол өнім болғаннан кейін тауар ретінде оны сатуға тырысады. Қазақстан жағдайында үнемі бұл олай бола бермейді, себебі бізде Қазақстанда бір ғана тауар өндіруші бар, және ол тауарды тұтынушы, және ол тауарға сұраныс тудырып отқан бір ғана мекеме, бір ғана орган бар. Қазақ тілінде негізгі ол мемлекет. Сондықтан бұл орайда бұл түбегейлі біздің жағдайға дәлелделеді деп айтпаймын, бірақ ішінара салыстырып көрсеңіз болады. Сонымен Стони Бруктың ойлап тапқан дүниесі, олар бүгінгі таңдағы болып жатқан ақпарат ағынының көптігіне байланысты, жаңалық танудың маңыздылығына байланысты негізгі бір жүйеге, бір ретке салуға тырысты. Және маған ұнағаны, олар тек қана мәселен медиа деп үлкен алған жоқ, олар жаңалық деп, соның бір кішкентай бөлігін біз әуелі танып түсініп алайық деген нәрсесі, концепциясы маған ұнады. Сөйтіп олар журналистиканы, көңіл көтеруді, бұқараға насихаттауды, үгіт насихатты және шик ақпарат деп негізінен оны бірнеше қатарға бөлді, және олардың негізгі мақсаттарын, әдістерін, оны негізі кім жүзеге асырады, нәтижесінде соңында не туындайды дегенді өте ұғынықты осы кестемен түсіндіріп бере білді. Ең шеткі баған сіздер көріп отқан ол шик ақпарат, ол сізбен біздің WhatsApp-ымызға, Telegram-ымызға күн құрғатпай келетін, туған туысқаннан, жанашырлардан келетін, ойбай, банан сатып алмаңдар, бананға бір нәрсе егіп қойыпты, немесе бүйтпеңдер, екпе салмаңдар деген туған туысқаннан келетін көбіне ақпараттар. Осы WhatsApp-та тарайтын осының барлығы біз негізінен шик ақпаратқа жатқызады. Үгіт насихат түсінікті. Publicity дегеніміз бізде қазір Қазақстанда ол қолданысқа ие, белгілі бір қоғамға ықпалы бар, сөзі бар, адамдар арқылы белгілі бір месседжді, хабарды жеткізуге тырысу. Одан кейінгі баған интертеймент, көңіл көтеру бізде Қазақстанда ең көп таралған формат осы. Мүмкіндігінше адамдардың көңіл хошын көтеру, сол үшін бізде көбінесе ән, күй, көңіл көтеру, көңілді тапқырлар клубы деген сияқты дүниелер бізде, немесе әншілердің жүргізушіге айналуы, белгілі бір деңгейде осы элемент екінші баған бізде Қазақстанда көбірек. Бірақ жеке өз басым көргім келетін дүние, журналистиканың сапалы болу үшін ол бірінші баған. Себебі журналист ол ақпарат беру керек, ақпарат ол тексеру керек, нақтылау керек, бірақ бізде бұл жағдай үнемі бола бермейді. Содан мен ойладым, сонда не істеуіміз керек? Қазақ журналистикасында қандай өзгеріс жасау керек? Мен көп жылдар бойы өз-өзіме сауалды дұрыс қоймай келіппін, себебі мен сауалды журналистерден іздеуге тырыстым. Менің түсінігімде журналистика жақсы болу үшін біз
журналистерді оқытуымыз керек деген менде ой болды. Қазіргі кезде бұл пікір сәл өзгере бастады, себебі егер жаңалық сапалы болу үшін бірінші кезекте журналистерді емес, сол жаңалықты тұтынып отқан тұтынушыны көбірек сауаттандыру керек. Егер тұтынушы мәселен мына судың жақсы екенін білсе, онда оның осы суға деген сұранысы көп болады. Біз кез келген тауардың сапалы яки сапасыз екенін бірден анықтайтын бізде санамызда бір критерийлер бар. Бірақ өкінішке қарай біз жаңалық тұтынған кезде дәл сондай критерий біздің санамызда бірден сайрап келе қоймайды. Мысалы, бір жаңалықты көрдім, мынау сапалы жаңалық па, сапасыз жаңалық па деген бізде көп сауал туындамайды. Біз оны күлеміз де басқа туысқанға, досымызға жіберуіміз мүмкін. Стони Бруктың есебінде жалпы жаңалықтың басты мақсаты демократиялы қоғамдағы адамның рөлі үшін не маңызы бар ақпаратты беру. Ал пікір журналистикасы деген түсінік бізде Қазақстанда кең таралған, бұған дейін көп дау туындаған, журналист өз пікірін айту керек па, айтпау керек па деген нәрсе. Пікір журналистикасы да бар, бірақ пікір журналистикасы ол осы негізгі жаңалыққа түсінуге көмектесетін бір компонент, бір орын деуге болады. Сонымен Стони Брук негізінен жаңалықтың сапалы екенін анықтау үшін оны бірнеше сүзгіден өткізеді. Сол сүзгінің бірі ол жаңалықты бірінші жаңалық па өзі жаңалық емес пе екенін анықтаудан басталады. Жаңалықтың жаңалық емес немесе жаңалық екенін түсіну үшін ол негізінен үш түрлі категорияға байланысты деп айтады. Біріншісі ол жаңалықтың драйвері болу керек. Екіншісі жаңалықты белгі бір редакторлық ұжым анықтайды, я бұл жаңалық немесе жаңалық емес. Және үшіншісі ол аудитория, себебі біз бұл жаңалық яки жаңалық емес деген тұжырымға келеміз. Осы үш үлкен топтың нәтижесінде жаңалық болады, сөйтіп оны біз жаңалық деп анықтаймыз. Ол тікелей осының факторы. Енді бізде Қазақстанда осы үш фактордың біреуі осал, біреуі көп ретте болмайды, ал екіншісінің, үшіншісінің кәсіби біліктілігі төмен болып жатады. Сол себепті бізде көбіне жаңалықты біз қабылдаған нәрсе жаңалық емес, ол шик ақпарат болып шығады. Біз оны жаңалық деп қабылдап, қоғамда өз орнымызға немесе бізге шешім қабылдау көмектесетін дүниені біз көп ала алмай жатамыз. Жаңалықтың драйверіне не жатқызамыз? Жаңалықтың драйвері деген сөз бұл бір шетелдің сөзі болып естілгенменен түсінікке өте оңай. Драйвер дегеніміз жаңалықтың жаңалық болуы түрткі болып отқан нәрсе не? Стони Брук негізінен мектебі бұлар 10 түрлі драйвер ұсынады. Бұл журналистерге көптен таныс нәрсе, бірақ өкінішке қарай бізде ол көп ретте біз оны ұстана бермейміз. Ең қарапайым нәрсе белгілі бір шиеленістің болуы. Егер бір шиеленіс болды, яғни біз ол жаңалыққа драйвер бола алады деген сөз. Немесе бір жағдайда бір өзгеріс орын алды, біз оны жаңалықтың драйвері деп негізге алсақ болады деген нәрсе. Сонымен бірінші сүзгісі Стони Бруктың әдісінде жаңалықтың сапасын анықтайтын ол 3Т. ТТТ деген әдіс, ағылшын тілінде ол VIA, қазір түсіндірім, жекелі тарқатып түсіндірем. V дегенне, I дегенне, A дегенне, 3Т дегеніміз не. Жалпы жаңалықты жаңалық екенін айту үшін, оның сапалы сапасыз екенін әзір келген жоқ. Біз жалпы жаңалық емес екенін түсіну үшін негізінен олар осы үш сүзгіден өткізуге тырысады. Біріншісі, біз оны тексере алуымыз керек ол болған нәрсені. Ол деректеу процесс, мысалы жаңалық деп бізге ұсынған нәрсені тексеруге бола ма әрі қарай. Оның ішіндегі деректер, жинақталған деректер тексеріледі ме жоқ па деген нәрсе. Келесі, бұны ұсынып отқан нәрсе ол қаншалық тәуелсіз, немесе ол белгілі бір мүдделі топтардың ықпалымен жеткізіліп отыр ма жоқ па деген нәрсе. Және үшіншісі, егер осы жаңалықты жеткізіп отқан мекеме, ұйым, субъект, ол біз одан талап етсек, ол бізге әрі қарай жауап бере ала ма? Сол жаңалықты жеткізгеннің растығына немесе рас еместігіне ол жауапкершілікті өз мойнына ала ма деген нәрсе. Ең бірінші кезекте біз жаңалықты көрген кезде осы 3Т критерийі жүзеге аса ма, аспай ма деген нәрсеге қарауымыз керек екен. Келесі сүзгісі, ең маңызды сүзгі, негізгі айтылатын нәрсе ол осы I'm Wayne деген акронимдер. Бұл акроним негізінен
жаңалық сапалы яки сапасыз екенін анықтау үшін біз ең бірінші оның дерек көзіне назар аударуымыз керек деп айтады. Себебі жаңалықтың дерек көзін беріп отқан кім немесе не, және соны жіліктеп талдап шығады. Осы орайда бүгін күні бойы айтылған сыни ойлау немесе ақпаратты белгілі бір жүйеге салу, тармақтау деген нәрсеге келіп тоқталамыз. IMVAIN деген сөз ағылшын тіліндегі сол independent, multiple, verify, authoritative, informed, named деген сөзден шығады. Қазақ тілінде мен бұны ақтақта деп бейімдедім. Себебі қазір студенттерге осы сабақтан дәріс береміз курс бойынша. Сонда студенттерге жалпы бұл қазақша акроним көбірек таныс болды және түсінуге оңай болды. Сонымен ақтақтада біз қандай сөздерді қарастырамыз? Ақтақтада негізінен бірінші қарайтын нәрсе жаңалық деп беріп отқан жаңалықтың ішіндегі негізгі дерек көзді бөлісуші адам жалпы болып жатқан жайттан ақпараттанған ба? Оның сол туралы айтуға құзыры бар ма жоқ па? Ол тәуелсіз бе? Мәселен, бір жерде бір өрт оқиғасы орын алды делік. Көп ретте журналистер бізде бір куәгерді сөйлетуге тырысады жаңалықты берген кезде. Сонда куәгерді көрген кезде сіздің санаңызда қарапайым тыңдарман, оқырман туындайтын бірінші сауал, сонымен бұл шынымен қаншалықты куәгер, бұл өрттен зардап шегуші адамның туысқаны ма, туысқаны емес пе? Яғни туысқаны болса, сөзсіз ол туысқанына жаны ашып, ол жерде ақпарат беруі мүмкін деген нәрсе. Қайнар көзі көп. Бұл кісінің аузынан шыққан дүниені басқа дерек көздерден табуға болады ма? Дәл осыған ұқсас жайтты басқа дерек көздер айта алады ма жоқ па? Яғни жаңағы multiple дегенге келеміз. Verify қаншалықты тексеруге болады бұл нәрсені? Яғни журналист қаншалықты тексеріп беріп отыр дерек көздің айтқан деген әңгіме. Ең соңында атаулы дейді, яғни көп ретте бізде жарыққа қарсы бір адамды қойып, тек оның көлеңке сұлбасын көреміз, сөйтіп оның кім айтқаны, не айтқаны нақты белгілі болып жатпайды. Яғни атаулы дегеніміз осы. Және біз қазақшасында ол жалпы адам емес пе деген тағы бір компонент қостық. Себебі кейбір ретте бізде жасыратын жоқ, журналистер қайтыс болып кеткен кісінің айтқан дүниесін кейде дерек көз ретінде беретін жағдайлар өкінішке қарай кездеседі. Яғни ол тірі адам ба, өзі бар ма жоқ па деген нәрсе де сіздің санаңызда сондай сауал туындау керек. Бұл айтып отқан дүние әрине сіз секілді кәсіби журналистерге арналмағанменен бұл дүние кез келген Қазақстандағы жаңалықты тұтынатын қарапайым оқырманның санасында туындауы тиіс дүние. Егер біздің Қазақстандағы оқырман, көрермен, интернет тұтынушы жаңалық деп берілген дүниені көрген кезде дереу соның санасында осы ақтақта негізінде сауалдарға жауап іздесе, бәлкім ол жалған ақпарат таратпай тұра тұрар. Мүмкін ол туысқанына, досына жанашылықпен беріп отқан нәрсесі өтірік екенін көзі жетер. Мысал ретінде айтайын, осыдан бір апта бұрын Фейсбукта саяхат автобекет маңайында бір қыз бала көліктен жүгіріп шығып, оны адамдар көріп тоқтатқан деген видео шығып, ол тарап, мүмкін сізге WhatsApp-қа келген шығар сол видео, сол көп таралды. Енді бірінші туындаған сұрақ, жалпы ол қыз бірнеше уақыт бойы тұтқында ұсталды деген көп сөз шықты. Бірақ ол қыз сонда бұған дейін қайда болды деген нәрсе бірден туындайды. Бұған дейін ешқандай мүмкіндік болмағаны ма деген нәрсе туындайды. Кейін сол қыздың өзінің сөзінен шыққаны, ол қыз өзі келіскен болып шығады. Яғни қыздың өз аузынан шыққан дүниені естігеннен кейін сіздің жаңағы жағдайға деген көзқарасыңыз немесе жаңалықтың сапасына қатысты сіздің көзқарасыңыз өзгере бастайды. Жалпы жаңалықтануды айтқандағы негізгі ойым, біз медиа сауаттылықты айтқан кезде үлкен бір ауқымды нәрсені айтқаннан гөрі ең бірінші біз осындай шағын мәселеден бастасақ, меніңше қоғам бірінші осы жаңалықты дұрыс тани білсе, журналистерден талап ете бастаса, журналистер сол кезде бәлкім бізге сапалырақ жаңалықты ұсынып, нәтижесінде сізбен біздің өмірімізде оң шешім қабылдауға әсер ақпаратты қаныға бастаймыз деп ойлаймын. Егер сұрақтар, ұсыныстар болса, мені табу оңай, интернетте поштамда көріп тұрсыздар. Әзірге осы дейлі.